Бұл біздің сынып. Алдарыңызда тұрған екі қыз, Іңкәр мен Ақжан, мектептің танымал блогерлері, TikTok-тың ханшайымдары. Жақсы сіздің TikTok көрдің бе? Иә, көрдім. Қалай бұл тренд шығып? Иә, түсіріп ұстау керек, а то бізде сол қызықсыз. Давай хабарлайық. Сәлем достар, қалайсыздар? Біз қазір TikTok түсіруге дайындалып жатырмыз. Сондықтан күтіңіздер, өте қызықты болады және сапалы түсіруге тырысамыз. Ал бұл Даниял, сыныптың үздік оқушысы. Сабақ оқығанда ішкен асын жерге қояды. Кітапханадан шықпайды. Даниял мұғалімге жетті. Сабақтың басталғанына 5 минут болды, ол бош жақып келеміз. Даниял, сен түсінде де сабақ оқып жүрсің. Санайтам. Темірлан, сыныбымыздың көңілді жігіті. Алайда әзілдері өте бермейді. Сыныптың көңіл күйіне осы жігіт жауап береді. Әдемі, мектептің белсендісі. Барлық іс-шара, концерт әдемісіз өтпейді. Қысқасы, өте пысық қыз. Балалар, алда 16-шы желтоқсан мерекесі келе жатыр. Соған орай давайте концерт ұйымдастырып жіберейік. Болады. Жаннұр саған ол туралы мұғалім айтып берді. Маған негізінде айтқан болатын, иә. Ал бұл мен, сыныптың старостасымын. Балалардың тәртібіне, оқу деңгейіне жауап беремін. Иә балалар, бұны бізге мұғалім айтқан болатын. Сондықтан да біз концерт немесе іс-шара ұйымдастыруымыз керек. Және де бұған барлықтарын қатысатын боласыңдар. Бұл міндетті. Егер де қатыспасаңдар, біздің сынып деңгейіміз түсіп кетуі мүмкін. Жаннұр, осы концертке не істейтін болдың? Мен өлең оқимын, ал сен? Ой, мені қойшы, мен би билеп, ән айта салам ғой. Ал вот балалар не істейтін болдық? Білмедім, өздеріне сұрау керек. Балалар, сендер дайынсыңдар ма? Не істейтін болдық? Іңкәр, не істейтін болдық? Көмектесіңдерші маған? Шынымызды айтсақ, біз мүлдем қатысқымыз келіп тұрған жоқ. Бірақ егер де сендер бізге бәрін дайындап істеп берсеңдер, онда бәрі де мүмкін. Сонда тағы да мен бәрін істеуім керек, иә? Әдеміге не болған? Өзімен өзі ашылып, не істерін білмей жүр. Қойсаңдаршы, барлық іс-шараға әдемі ғана жүгіре береді ма? Онда отырсын, оны ешкім қинап жүрген жоқ қой. Мен болсам қара жырға билеп берші едім, қыздармен бірге билемейтін шығармын. Даниял, сыныптағы екі өгейіміз ғой. Может, қосыларсың? Мен ба? Жарайды. Отыра берші, кітаптарымды оқып. Балалар, мен сіздерге бірдеме айтуым керек. Бізді тағы да концертке көндіруге тырыспай ақ қойшы. Иә, тырыспа. Жаңа мен дәлізде хабарландыру көріп келдім. Кім осы концертте өзін жақсы көрсетеді, сол Алматыға 2 аптаға жолдама алады екен. О, шынба не? Рас па? Жақсы емес пе? Мектептен де демалып қаламыз, қыдырамыз, көңіл күйіміз де көтеріледі. Күтпеген ұсыныс, онда жарайды. Таса көрейік. Бірінші кім не істейді, шешіп алайық. Мен өлең оқимын. Ал біз ән айтатын шығармыз, иә? Ал сендер ше? Біз әлі ойластырған жоқпыз. Даниял, сен мынаны анжақ қойсаңдаршы. Өте дамады. Жаннар, дайынсың ба? Қалай шығып жатыр? Я дайындап жатырмын, саған айтып берейінші. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім. Блин, шыдам таусылды. Іңкәр, неге блогыңды қоя тұрмайсың? Неге дайындалмайсың? Алдар қазір маған өз блогым маңызды болып тұрсайшы. Енші неге дайындыққа келушсің? Не болды? Оказывается, біз олардың дайындығына кедергі келтірді екенбіз. Сол үшін блогымызды тастап, тек қана осы жұмыспен ғана айналысуымыз керек екен. Іңкәр, сен неге? Әдемі истеричка болуыңды қойшы, әркім атасына жүресің. Истеричка? Мен истеричка емеспін. Менің ойымша сондайсың. Сендермен жұмыс істеу мүмкін емес. Балалар, қалайсыңдар? Мұғалім, мен жаңа ғана естідім. Егерде біз концертте өзімізді жақсы деңгейде көрсетпесек, сіздің орныңызға басқа кісі келеді екен ғой, рас па? Иә, ол бар екен ғой. Сендерге айтқым келмеп еді, бірақ негізі бұл шын. Біз мектептегі деңгейі ең төмен сыныппыз ғой. Егер осы концертте өзімізді жақсы көрсетпесек,
онда мені шынымен де ауыстырып жіберуі мүмкін. Жарайды, сабаққа дайындалыңдар. Балалар, біз сонда осындай кезде де ештеңе істемей отыра береміз бе? Шынымен де егер де біздің мұғалім кетсе, басқа мұғаліммен бір күнде де отыра алмаймыз. Сондықтан мұғалімнің кетпеуіне барымыз салуымыз керек. Қалай ойлайсыңдар? Келісемін. Шынымен де олай болуына жол бермеу керек. Әдемі, біз барлығымыз бірігіп жұмыс істеуге дайынбыз. Шын ба, ал концерт бүгін ғой, сонда үлгереміз ба? Иә. Мәтіндеріңді жаттаңдар ғой, иә? Давайте қобалжымайық. Все, бұйыртқан. Туған елім ақын жырлаған, қымбатсың сен барлық асылдан, жүректен шыққан тағы бір ән, болсын сен саған арнаған, тарихтың өзі мойындаған, қазақтың елі ғажап мекен, елдің болашағы ән салған, сен үшін, сен үшін, сен үшін, ұшқыштар сен үшін әлемді шарлайды, ақындар өлеңін жырлайды, спортшылар жеңісін жарыста. Балалар, сендерді... Кеттік. Мұғалім уәде етті, сау. Және де сол үшін блогымызды тастауымыз керек. Мұғалім. Ау? Никак сен неге? Әдемі, истеричка болуына қойшы, әркім мазасын алып жүресің. Мен истеричка емес пе? Истеричкасы. Жасындайсың.